Таңжарық Жолдыбаев мәшһүр атым, белгілі алт алашқа жазған хатым дейтін тәкаппар ақын, алаштың ардақтысы Таңжарық Жолдыұлының өмірі өткен Күнес аймағынан әзірленген бейне сюжетті көріңіздер. Қытай Халық Республикасының Күнес аймағында ақын Таңжарық Жолдыұлы мен дәулескер күйші Әшім Дүңешұлына мұражай ашылған. Бұл екі тұлғаның да өмірі мен шығармашылығы қазақ жерінде біраз зерттеліп, туындылары жарыққа шыққан. Бірақ ол жақтағы зираттарына келіп, мұражаймен танысқан зерттеушілер болған емес. Екі қабатты ғимаратқа қойылған жәдігерлердің көпшілігі тұрмыстық бұйымдар мен ат әбзелдері. Солардың арасында тезге салынып жасалған ағаш үзеңгі және Әшім ұстаған домбыра да бар. Сондай-ақ Шыңжаңда, Қазақстанда басылған еңбектері де көрме төрінен орын алған. Ауданнан табылған тарихи жәдігерлер, балбал тастар аймақтың тарихынан мағлұмат береді. Қонақтар Күнес аймағының әнші жыршылармен танысып, өнерлерін тамашалады. Айтыскер ақын Жақып Нұр арнау айтып, көпшілікті бір серпілтіп тастаса, күйшілер Ерлан Зәкір мен Дәрмен Дәулетхан қос шектен тамылжытып күй төкті. Негізінен Таңжарық пен Әшімнің шығармалары, жергілікті авторлардың туындылары орындалды. Қызылтал ауылынан келген жыршы Тұрсын Орынбек Қиямет, Кербаланың шөлі, Сал-сал секілді дастандардан үзінді орындады. Жыршының немересі Марғұлан да атасының өнерін жалғастырып жүр екен. Ал Аю биі мен Еңбек биін, сондай-ақ Қара жорған орындаған Оразбай Бодаухан ақсақалдың билеу үстіндегі шалт қимыл әрекеті көпшілікті таң қалдырды. Мен 9 жасымнан бастап осы Қара жорға биіне үйрендім. Мен қазір 63-ге келдім. 63-ге келсем де қазір 18 жастағы бала деп билеп жатыр. Ағашшылық өнерім бар. Домбырада шабамын, астауда шабамын, челекте шабамын, қолымнан бәрі келеді, темірсүтте істеймін. Ал өнөңкөй бүркіт саламын. Әзір бүркітім бар, кінәшкелі. Бүркітім әзір үйде өзім бағып отырмын. Жүздесудің аяғында зерттеушілер әнші жыршылармен, биші күйшілермен арнайы сұхбаттасып, олардың орындауындағы халық мұраларын үнтаспаға жазып алды. Сапар барысында ғалымдар мүсінші, суретші, әрі әнші және музыкалық аспап жасау өнерін меңгерген Серікжан Ысқақбектің шеберханасына да барып, шығармашылықтағы жетістіктермен танысып қайтты. Жігітке жазу кесте, оқу өнер, өнерге талаптының көңілі төнер. Жігітке әуел керек білім деген, білімсіз ілтипатқа ілінбеген. Бұл Таңжарық Жолдыұлының кейінгілерге айтқан өсиет сөзі, ұрпағын білімге ұмтылса екен деп армандаған ардақтыларды ұмытпайық.